Қазіргі жастарда жоба жоқ. Ақ пен қараны айыра алмайды, содан барады да көрінген жерге тұмсығын тығып, басын сұғып, адасып жүргені. Өйткені оқымайды, ізденбейді. Шай құйып. Осы сен не істеп жүрсің қазір? Әке, оқуымды аяқтап алайын да. Көреміз ғой? Не арман жоқ, не басар жоқ. Салам алейкум, бауырым. Есімің кім болады? Арман, қалыңыз қалай? Уалейкум салам деу керек қой, бауырым. Мұсылман емессің бе? Сен байқаймын, мұнда мешітке бір шетке өпсің ғой деймін. Сен біраз нәрсені білмейтін сияқтысың. Саған көп нәрсе үйрену керек. Мен бұл жағынан саған көмектесе аламын. Иә, дұрыс айтасың. Өзім 5 уақыт намаз оқымасам да, жұма намазына келіп, сәждеге басым тигізіп тұрам. Бірақ сен 5 уақыт намаз оқуың керек қой сен. Сен мұсылман болуың керек. 5 уақыт намаз оқымасаң, қайтып мұсылман боласың? Иә, и так и мұсылманбыз ғой. Слушай, бауырым, бүгін кешке ақилар кешке жиналамыз. Мынау адреске ше? Мына адрес. Сен міндетті түрде кел, бауырым. Жақсы? Все жақсы. Тебя будем ждать. Салам алейкум, бауырым. Будем ждать. Иншалла, иншалла. Абдулхамид бауырым, 10 адам керек көп тұр. Бір-екі күнде болады, иншалла. Иншалла. Соның жұмысын жасап жатырмын. Иншалла. Братстваға біраз адамдар тату көріп бізде. Сауда қалай болып жатыр? Сауда жақсы, сендердің көмектерінің арқасында, иншалла. Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Ана қанғы басың келді ме? Осы балада нең бар? Айтып отырғаным өтірік па? Енді балаға қарсы сөз айтудан қалғанбыз ба? Батя, жасыңыз болса келіп қал. Намаз оқымайсыз ба? Бір жұма намазына барғаныңызды көрген жоқ. Мұсылман болу керек қой, түк имандылығыңыз жоқ. Тіпті бар ғой, сізді әке деуге ұяламын. Тіпті бар ғой, сізді әке деуге ұяламын. Адың кім, бауырым? Арман. Жалпы не қызмет қыласың? Оқимын, студентпін. Дұрыс-ақ. Дінге қалай бет бұрдың? Енді мұсылманбыз ғой, 5 парыздың бірі. Дұрыс. А жалпы ислам негіздерін білесің бе өзің? Енді дінге енді ғана келіп отқан соң, білімім әлсіздеу. Көп дүниелерді білгім келеді. Өте дұрыс жасағансыңдар. Жалпы саған діни әдебиеттерді көбірек оқу керек. Қандай кітаптарды оқу керектігін біз әлі саған айтармыз. Бірақ негізінен иманың мықты болу керек. Нәпсіні тыя біл. Жалпы негізінен дінсіздерден аулақ жүрсен, сол дұрысақ болады, бауырым. Сол саған керек дүниені біз әлі саған үйретеміз, көрсетеміз.
Алло. Ассалаумағалейкум, Жанболат ағай. Уалейкумассалам, Арман бауырым, қалайсың? Аға, бір жағдай болып қалды. Бүгін сіздікіне қонсам болды ма? Тыныштық па? Кел әрине. Саған үнемі есігім ашық қой, білесің. Жеңгеңе бір жақсы тамақ дайындатып қойайын, келе бер. Аға, жақсы. Кел, жақсы күтем. Ал, Арман бауырым, тыныштық па әйтеуір? Кеше дұрыс сөйлесе алмадық. Иә, бәрі жақсы. Бәрі жақсы болса болды әйтеуір. Бірақ енді ішіңе бәрін бүге берме. Денсаулыққа зиян, өзің білесің ғой. Иә, кеше батя ғой бірге сөзге қылдық. Енді әке деген өзің білесің, жанашырлықпен айтады не айтса да. Жоғы үнемі мен мазақ қылғаннан ештеме білмейді. Өз намаз, ақиқат, Құран оққанын вообще көрген жоқпын. Батаны әрең береді. Шыны керек ұялам. Енді қандай болса да ол сенің әкең біріншіден. Екіншіден ақиқат, адалдық жол деген ол Алла мен адамның арасындағы сыр. Соны есіңде сақта. Жалпы ислам діні деген мейірімділік пен бауырмалдықтың діні ғой. Ағаңа, әкеңе, туған туысына қамқор бола алмасаң, сен 5 уақыт намаз оқығаныңнан не пайда? Жәке, кешіріңіз. Намаз, ақиқат туралы не білесіз? Бір намаз оққаныңызды көрген жоқпын. Жалпы бұл сөздерді қайдан алып жатсыз? Бәрі ақылшы. Ақилар, бар күнәмізден арылу үшін, Алла жолына түсу үшін бір ғана ақиқатты таңдадық. Ақырет күні намазда болмағандардың жаны отқа оранады. Тек қана намазхандар жәннатқа кіреді. Ақилар, сендер Алла жолында құрбандыққа дайын болуың керексіңдер. Алдымызда шейхтар ескерткен жихад тұр. Соған дайын болайық. Күнәһарларды жер бетінен алып тастау, өлтіру біздің парызымыз, біздің миссиямыз ол. Отбасы, бала-шаға деп алданбай қойыңдар. Әлі хор қыздарының рахатын көреміз. Ақилар, қазір сес көрсететін заман емес. Имамдарымыздың өзі Абу Ханифадан басқа ешкімді көрмейді. Сол бір керемет сияқты ауызбилля. Біздің жақта ақиқат, браттар. Алайда қазір тагуттар на коне. Басқада емес, біз қазір сабырлықты танытуымыз керекпіз. Но наступит тот час, когда о нас все узнают. Будет не правовое государство, а наше. Иншалла. Жанболат ағай, өткенде артық кеттің, кешіріңізші. Жарайды. Оны жүрегіңе қалып алма, жақын алма көңілге. Кешірем ғой. Сенің осы қателігіңді мойындағаның өзі мәрттік болып есептеледі. Сондықтан мен кешірмейтін кіммін? Алла тағаланың мейірімі шексіз. Алла тағала кешірімді, сондықтан біз де кешірімді болуымыз керек. Тыныштық па өзі? Соңғы кезде түн өріп қабағың ашылмай жүр ғой. Айтсайшы, ашыл. Не бар ішіңде? Несі? Жалпы соңғы кезде бір кісілермен танысып едім. Сосын түсініксіздеу бірдеме болып кетті. Кімдер екен? Қандай адамдар? Жихад деймі? Жихад не? Тоқта, сен қызық екенсің ғой. Соңғы кезде сені анау үйіңде тұрмайсың. Өткенде әкейді айтып атқан. Бәсе, соңғы кезде дұрыс болмай жүрген сияқты ғой. Жихад деген сен қызықсың ба? Кім ол? Қандай адамдармен танысып жүрсің? Жихад деген адамның ішкі жаман әдеттерімен, зиянды әдеттерімен күрес емес пе? Сенің айтып жүрген жихадың басқа жихад сияқты ғой? Жоқ, ол жихад. Жалпы соғыс жайында ма өзі? Сен қызық екенсің, тоқта, мына әңгімелерін таста. Сен менен неге ақыл сұрамайсың? Мен ағаң бар емес пе қасыңда? Ағасы бардың жағасы бар деп не үшін айтты қазақ? Бір осындай мұсылманшылыққа, шариғатқа келетін ойың бар екен, менен ақыл сұрамайсың ба бірінші? Қой, болмайды мына жағдай. Жүр, мен сені ысқақ ұстазға алып барайын. Мына күнгей мешітінде
Ысқақ деген керемет ілімі терең ұстаз бар. Сол сен сияқты осы мұсылман дініне бет бұратын жастарға үнемі бағыт бағдар беріп, жол көрсетіп, адасып бара жатса түзу жолға салып, шариғат негіздерін, дәстүрлі мұсылман дінін барлығын жақсылап түсіндіріп береді. Соған апарайын мен сені. Қазақ айтады ғой, шымшық сойса да қасап сойсын деп. Сондықтан мен қазір айтсам қателесуім мүмкін. Жүр, мен сені Ысқақ ұстазға алып барайын. Жүр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Арман бауырым, қош келдіңіз. Мынау келген сұрақтарыңыз өте бір күрделі мәселе. Дегенмен де бұны бір ауыз сөзбен пайғамбарымыздың мүбарак хадисімен айтып түсіндірсек болады. Абдулла ибн Умардан жеткізген хадисте пайғамбарымыз айтады: бізге қару көтерген ол бізден емес деп келеді. Демек, бұл деген сөз мұсылманға еш уақытта қару көтермейді. Мұсылман емес адамға да қару көтеру хақы емес. Ислам ол бейбітшілік діні. Ислам сөзін егер талдайтын болсақ, бұл тілдік мағынасында бейбітшілік, амандық, саулық, есендік деген мағына беретін болса, шариғи мағынасы, шариғатымыздың мағынасы бір Аллаға иман келтіріп, мойынсұнып, әмірін орындау саналады. Енді пайғамбарымыздың өнегелі өміріне өнелетін болсақ, бірде Табук жорығынан қайтып келе жатып, пайғамбарымыздың айтқан сөзі бар еді: "Раджа'на минал джихадил асғар иля джихадил акбар" деген. Біз кіші джихадтан үлкен джихадқа оралдық деген екен. Ол сөздің мағынасын өнегелі сахабаларымыз былай деп түсіндірген: біз кіші джихад деп жаңағы өзінің отанын, отбасын, арын сақтап келген жаңағы жорықты кіші джихад деп айтып жатыр. Ал енді үлкен джихад дегеніміз дейді, ол біздің өзіміздің нәпсімізбен күрес. Әке, кешірші, әке. Әке, кешірші. Кешірші, әке. Әке, кешірші. Балам, есінде болсын, имандылық тек жүректе. Кешірші, әке.